Құрметті құрылтай мүшелері, сендердің армандарың президентіміз Тоқаевтың 6 құндылығын жүзеге асыру. Ал соның ішіндегі ең үлкен күретамыры әділеттік. Тура бүйте туыс жоқ, туысқандығы барда иман жоқ деген біздің аталы сөзімізді тірілту үшін президентіміз өзінің бала туғанда, әйел алғанда балаларымыз өз жұрты, нағашы жұрты, жиен жұртынан туысқандардың тізімін тізіп қойса, өзара қызғалыспай 5.000 аурудан құтылып, өте таза қанды болып, аурудан құтылып, бәсекелестік басымдыққа ие болатұғын халықты қалыптастырып, ал бізді билікте отырған біздер де соған қосылсақ, осы құрылтайға жиналған қазақтар, басқа халықтардың өкілдері соны билікке басшылық алса, онда біз болашақты жақындатамыз, адамзатты болашаққа жақындастырамыз дейміз ғой. Құрылтайға шақырылған адамдар осыны қабылдап, осыған парламентіміз ұсыныс жасап, парламентіміздің ұсынысын президентіміз жариялап, біз ғалымдар осыны жүзеге асыруға президентімізге көмектесіп, бірлік жасап, бәрімізді біріктіретұғын не болады? 7 аталық зердеміз болады. 7 аталық зердені қалыптастырып, 7 аталық зердемен өмір сүріп, өзара қабақтықты жойып, адамзатпен қайырымдылық сыйластықта өмір сүріп, әлемді бақытты өмірге айналдырып, пейішке жетейік. Аллаху акбар. Қазақ болып туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ.